Dostlar, іңкәр бергеліңдерші. Біз қазір папаң екеміз срочно бір жаққа кету керек болып тұрмыз. Бір ары кетсе 3 сағатқа барып келеміз. Мама, бізде барамыз ба? Жоқ, қызым, сендерді ертіп бара алмаймыз, өкінішке орай. Ол жерге балалар бармайды, сендер үйде қаласыңдар. Мама, біз үйде жалғыз қалуға қорқамыз ба? О жағын уайымдама, қызым. Мен 3 сағатқа сол няня шақырып қойдым да, сендерге қазір уже кеп қалу керек. Әне өзі де келді, няня. Ja, кіріңіз. Саламатсыз ба? Сіздерге няня шақырған? Няня шақырдық, бірақ біз әйел адам шақырған сияқты еді ғой, сіздердің агентстволарыңызға бағана хабарласқан кезде. Ол кісі бүгін ауырып қалып еді. Мен біздің компанияда ең уақыт жұмыс істейтін мен няням ғой. Опытыңыз бар ма? Өз балаларға қарай аласыз ба? Өте жақсы. Мен ер адам няня дегенді кезіктіріп көрмеп едім. Негізі әйел адам болады көбінде. Точно қарай аласыз ғой, иә? Иә, уайымдамаңыз. Қызым, үйтіп айтуға болмайды. Қой. Болды, онда біз асық істедік. Қыздар няняны тыңдаңдар, иә? Няняны тыңдап, бұзық болмай отырыңдар, біз кеп қаламыз папа үйіміз. Иә, уайымдамаңыз, бара беріңіз. Иә, болды, біз кеттік. Жақсы. Ей, сендер мен туралы не айтып жатсыңдар, Мама папаларың кетті. Енді менің тәрбиемде боласыңдар сендер. Түрлеріңе қарасам, әбден еркелеп өскен бұзық қыздар сияқтысыңдар ғой. Ну ничего, мен сендерді қазір жөнге салам. Гарно, сой няня ғой, не істейміз? Ей, сендер не мен туралы сыбырлап жатсыңдар, Мен жолдан шаршап келдім. Одында маған төсектің қайда екенін айтыңдар. Ей, не мына шашылып жатыр киімдерің? Жинаңдар. Болыңдар, не бардак мынау, Ұялмайсыңдар ма? Мына ажырасқа кеп ал. Босатыңдар тез. Мен жолға шаршап келдім. Дем алайын. Іңкәр, мына няня ше, мама папамыз келгенше күн көрсетпейтін болды ғой бізге. Не істейміз? Давай няняға пранк жасаймыз. Табылған ақыл. Қыздар! Дейм. Не істейсіңдер? Ойнап отырмыз. Шөлдік беттім бар ғой. Сұрақ еңдіш. Ойнай бересіңдер. Іңкәр, няня су дейді ма? Қазір. Әкелдім бай суарында? Иә, суап керек. Бар.
маған не қосқасыңдар? Кез. Қыздар екен. Менен жақсы күтпеңдер. Сендерді наказание қылып тұр. Ұсталдың ба? Берге қанеки. Қайда барасыңдар сендер? Бәрібір менен қашып құтыламайсыңдар. Жаңа істегендерің үшін сендерді өте жестко наказание күтіп тұр. Мына қыздар менің әбден жаныма тиді. Қазір шықсын, аямай. Қашан шығатын? Бәрі ұстайды. Тегенің алдыңа іздеме қабыла. Неге прансағанда қандайсыңдар? Ендігі сондай наказание сендер. Екеуің әбден құтылғансыңдар. Сендерге қандай наказание қойсам екен? Давай приседание жасаңдар. 10 рет. Біз сізді папамызға айтып береміз. Өй, мама папаларым сендерге сенбейді дағы. Маған сенеді, мен үлкенмін өйткені. 1, Одан да жасаңдар. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сендер айтқанды ұқпайсыңдар бәрібір. Екеуіңе бұл жетпейді. Сендер бәрібірге бірдеңе шығарасыңдар, транк бар. Сондықтан бұрышқа тұрасыңдар. Ай, сізді мамам папаға айтып береміз. Ей, мама папаң сендерге сенбейді вообще. Маған сенеді. Мен жасым үлкендікке. Сен мына бұрышқа тұр бар. Ал сен болсаң мына бұрышқа тұр. Қимылдамай тұрыңдар. Кім қимылдайды, сол бір аяғын көтеріп тұрады. Алайын деп шаршап кеттік қой. Жата тұрмасам. Қазір одан өршілімді аламыз. Менде бір идея. Няня жынды, няня мұртты, няня сақалы бар, няняның сақалы бар. Няня жаман жынды, няня жынды, жаман. Мына екі қыз қайда? Няня жынды, жаман. Көкке жынды. Сендерге бағанағы наказание жетпеді ма? Няня жынды. Көрсетеді деп. Не мынау? Сам ұмытпаймын екеуін. Точно мощное наказание.
Жеп қараң ол жерлерді. О, тілегенің алдан іздейді. Ерген, енді ішпесең қуалысың. Әпшім ойнақта отыр. Әпшім көнекпесі. Өзіге байланып білесің ба? Қаша алмайсың. Екі бошқа тақайыншы. Мама, айтып беремін сізді. Қой ғой. Енді менің мазамды алмайтын боласың. Жақсы демалатын болма. Шеше алмайсың бәрібір, әуреуің ғой. Bizce var mı? Қыздар, біз келдік. Каусар, Іңкәр. Ой, камердан қайдан болып жатыр. Ужас. Кім байлап қойған сендерді, қыздар? Не масқара бұл? Няня. Мынау не масқара? Өздері ойнап жүріп байланып қалдым мен. Mama o nyanya. Масқара, шешіңіздер бұны тез. Мен қыздарым байлап қараңызналарды. Қазір мен полиция шақырам. Не масқара бұл? Мен сізге сеніп балаларымды қаратып қалдырып кетсем, а? Не істедіңіз бұл, а? Бала сонша бұзық болса да нақсап істейме екен, байлап қойған несі. Енді сізді ешқандай да адамдар үйіне шақырмайды. Мен сіздің агентствоңызға үстіңізден жалоба тастаймын. Енді сізді ешкім шақырмайды. Няняларға сенім жоқ екен қазір. На масқара қарамнан істеп қойған. Полиция шақырмай тұрған кезде тез құрыңыз біздің үйге. Кетеміз, өзіңіз балаларды Ақшаңызды да бермеймін. Бермей қойыңыз сіздің бір. Ақшаңызды да бермеймін, бар. Кетіңіз болды. Сізді енді ешкім шақырмайды. Кетті ме? Достар, бүгінгі біздің сіздерге арнап түсірген мини-фильміміз ұнаса, еңбегімізді бағалап, лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар!